Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір күн тұруды қажет етпейтін медовый торт, яғни балды торт жасаймыз. Торттың жасалуы тез және де бір дайындағаннан дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Қажетті заттар: ұн 350 грамм, бал 150 грамм, ас содасы 1 шай қасық, сары май 100 грамм, жұмыртқа 3 дана және де шекер 150 грамм. Ең алдымен ыдысымызды отқа қойып, балымызды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 шай қасық содамызды салып, араластырамыз. Қоңырқай түске ене бастағанда, үй температурасындағы 100 грамм сары майымызды салып, ерігенше араластырамыз. Шекерімізді саламыз, ерігенше араластырамыз. Мінекей еріді, араластырып болдық. Енді оттан аламыз. Үстіне 3 дана жұмыртқамызды салып, тез-тез араластырамыз. Тез-тез араластырмасаңыздар, жұмыртқамыз пісіп қалады. Мінекей араластырып болдық. Келесі електен өткізілген ұнымызды сұйық массамыздың үстіне салып, қою қамыр шығарамыз. Тестамыз дайын. Пергаментімізді дайындаймыз. Пергаментімізді үстіне дөңгелек шеңбер сызып шығамыз. Мендегі шеңбер 22 диаметр. Осыған 2 ас қасық тестамызды салып, жайып шығамыз. Егер қалың болуын қаласаңыздар, 3, 4, 5 қасық салсаңыздар болады. Корждарымызды 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Ол пештеріңіздің температурасына байланысты. Корждарымыз дайын. Енді кремімізді дайындаймыз. Мұнда сливки 500 грамм, шекер 120 грамм, қою болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын. Енді корждарымызды жинаймыз. Рет-ретімен осылай коржымыздың үстіне 2 немесе 3 ас қасық крем салып, тегістеп шығамыз. Бір күн тұруды қажет етпейтін тортымыз дайын. Рецепт ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды және де каналыма подписаться етіп, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыз.